Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гаухар. Мен бүгін өте дәмді чебурек жасайтын боламын. Маған 150 мл жылы айран қажет болады. Айранның үстіне осылай бір жұмыртқаны жарып аламыз. Жарты шай қасық тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін кішкене бөліктерге бөліп ұн қосамыз. Ұнды мен електен өткізіп қосып отырамын. Және де қасықпен араластырып отырамын. Біздің қамырымыз жұмсақ болуы керек. Сондықтан кішкене бөліктерге бөле отырып қосуымыз керек. Міндетті түрде ұнды. Оның барлығын қосып жіберсеңіздер, қамырымыз қатайып кетуі мүмкін. Бірақ та қамырымыз айраннан жасалған болғандықтан қолға жабысқыш болып келеді. Қамырымызды илеп болғаннан кейін тындыруға қоямыз. Қамырымыз кішкене тұрғаннан кейін пайдалана берсек болады. Қамырымыз тұрғанша мен салмамды дайындап аламын. Менде осындай сиыр етінен фарш және де ұсақтап туралған пияз арнайы құралға мен ұсақтап алдым. Және де ұнатуыңызға қарай тұз бұрышын саласыздар. Мен пиязды көбірек қосқандықтан мен су қоспаймын. Егер сіздің етіңіз құрғақ болса, 1-2 ас қасық су қосасыздар. Сол кезде өте дәмді болып шығады фаршыңыз. Мінекей достар, менің қамырым тындыруға қойдым. 20 минуттай тұрды. Енді мен чебурегімді жасай бастаймын. Осындай ұзын жолақша етіп аламын қамырымды, және де кішкене бөліктерге бөліп аламын. Барлығын дөңгелете отырып, ұнның көмегімен илеймін. Қамырымызды өте жұқа етіп илеуіміз керек. Сол кезде біздің чебурегіміз өте дәмді болып піседі. Өте жұқа етіп ұнның көмегімен осылай илейміз. Одан кейін етімізді қамырымыздың бір жақ шетіне ғана саламыз. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай шетіне көп шықпаңыздар. Себебі қазір біздер вилкамен, яғни шанышқымен узор салған кезде етіміз шығып кетпеу керек. Піскен кезде күймеу керек. Еттің барлығы осы қамырдың ішінде қалу керек. Енді майымызды қыздырып алғаннан кейін орташа отқа чебурегімізді екі жағынан пісіріп аламыз. Мінекей менің чебуректерім керемет болып пісіп жатыр. Тым қатты қызартпауыңызға болады. Осындай ашық қызыл түсті болса да пісті деген сөз. Міндетті түрде астына майлық салып алыңыздар, яғни салфетка майын, жаңағы біздің чебурегіміздің майын сорып алу үшін. Міне мен чебуректарым пісті, мен алып жатырмын. Керемет болып піседі. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай қамыры өте жұқа иленгендіктен ішіндегі еті де көрініп тұр. Сол кезде чебурегіңіз өте дәмді шығады. Міндетті түрде қамырыңыз жұқа илену керек. Солған мән беріңіздер. Мінекей достар, мен кереметте чебуректерім дайын болды. 12 дана чебурек шықты жаңағы менің қамырымнан. Міндетті түрде дайындап көріңіздер достар. Бір жасағаннан ақ шығатын рецепт өте дәмді, және де айранмен жасалғандықтан екінші күнге де, үшінші күнге де сақтауыңызға болады. Қамырымыз қатып кетпейді, керемет болып тұрады. Менің арнама тіркелуді және де қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.